Сопылықта жеттім деген жеріңіз, өлген жеріңіз. Алланы еске алыңыз, біз өзімізді және Алланың бізді неге жаратқанын ұмытпауымыз керек. Алла бізді өзіне құлшылық етіп, өзін қабыл етуіміз үшін және осы жолды қажет етушіге көрсетуіміз үшін жаратты. Ал ислам оңайласқан, ол шариғат пен сопылық тарихаттан тұрады. Онда мен бәлен дәрежеге жеттім деген нәрсе жоқ. Бұлай жоғары дәрежелер сұрамай қойыңыз, оны мақсат етпеңіз. Исламда ондай дәрежелер жоқ. Исламда тек Алла ризалығы бар, Алла үшін қызмет өтеу бар. Исламда егер өзіңізді жоғары я тәп-тәуір біреу санасаңыз, мәселеге ұшырайтын боласыз. Нәпсіңізге атақ дәреже сұрамаңыз, нәпсіңіз атақты, дәрежені, медал таққанды, сахнаға шыққанды, мақтана қол бұлғағанды ұнатады. Бұндай атақ дәрежелер дүниелік адамдардың шаруасымен қызығы, бос тірлігі, бірақ олар өлгенде олар ақиретке құр қол кетеді. Қабір мен ақиретте орны толмас өкінішке қалады. Олар нәпсі, шайтан және дүниеге оңбай алданғандар. Мүмин бұндай ақымақтыққа берілмес болар. Сопылық тарихатта мен мына дәрежеге жеттім деген жеріңіз, сіздің өлген жеріңіз болмақ, дәл сол кезде нәпсіңізден оңбай жеңілдіңіз. Дәруш төзімді, ол тұрған орнында күте біледі, ол кішіпейіл, тек Алла ризалығын іздейді, ол Алламен бірге, сондықтан ол Алла алдында мәңгілік биік дәрежеге жетеді. Исламда нәпсі, хауа, дүние, шайтанмен күрес ақтық демге дейін жалғасады. Одан бұрын ешкімге мен мына дәрежеге жеттім деуге орай жоқ, тек Алла ризалығы ішінде иман мен ақиретке аттану бар. Ақиретте Алла алдында жоғары болсаңыз, дәреже деген сол, басқасын елеу қажетсіз. Мәулана Шайх Мехмет Хазірет.